Сәлем достар, мен бүгін сіздермен уыз көженің рецептімен бөлісетін боламын. Уыз көже дегеніміз, уыз бұл жаңа туған сиырдың 4 немесе 8 тәуліктің арасындағы сүті. Бұл сүтке қарағанда өте қою, сары түсті болып келеді және дәмі қышқыл болып келеді. Уыз көжемізді дайындау үшін ең алдымен күрішімізді 3-4 рет қайталап жуып тазалап аламыз. Енді ыдысымызға салып, үстінен суымызды құйып, кішкене ғана тұзымызды салып, орташа отта газға қойып, жақсылап пісіріп аламыз. Арасында осылай араластырып тұруымыз қажет. Күрішіміз піскеннен соң осылай үлкен қазанға ауыстырып аламыз. Оның үстінен соңғы 4-5 күндегі уызымызды құямыз. Яғни ол біздегі қазір тәтті уыз деп аталады. Ал алғашқы 2-3 күндегі уыз ол әші уыз деп аталады. Осылай тоқтатпастан араластырып тұруымыз қажет. Бұл асты күйіп кетпеуіне және біздің сүтіміздің іріп кетпеуі үшін. 4-5 минуттай араластырып тұрамыз және келесі оның үстінен ащы уызымызды құямыз. Яғни бұл алғашқы күндері сауылған сүтіміз. Оны да жақсылап араластырып тұруымыз қажет. 5 минуттай араластырамыз. Себебі араластырмасақ сүтіміз іріп кетіп, асты жабысып күйіп кетуі мүмкін. Уыз көже қазақ халқының мал төлдейтін айлардағы ең бірінші сүйсініп жейтін тамағы. Және осы уыз көжені көрші қолаңды, туған туысқандарды шақырып, Құран оқытып, ақ мол болсын, сүтіміз көп болсын деп үлкендерден бата алып, уыз көже беріледі. Өте дәмді болып шығады. Және осылай араластырып тұрған кезінде сүтіміз қоюланып, уыз көжеге айналады. Бізде дайын болды. Енді осылай ыдысымызға құйып, жақсылап суытып алуымыз қажет. Осылай ожауымыздың көмегімен суытып аламыз. Егерде келген қонақтарға суытпай беретін болсақ, уыз көжені достар, бұзау жалақ болып өседі деген ырым бар. Қараңыздаршы достар, өте қою, сап-сары болып, дәмді болып шығатын біздің уыз көжеміз дайын. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер достар. Барлықтарыңызға ас болсын. Уыз көжеге құмшекер қосып та жесеңіздер болады.